Сәлем баршаңызға, бүгін дастархан тәттісі чак-чак. Құрамы экранда көрсетілген: 2 жұмыртқа, 200 грамм ұн немесе 200 граммды 1 кружка ұн деп есептесеңіз болады. 1 кішкене қасық тұз, 1 кішкене қасық ас содасы және 1 банка сгущенка. Осы құрамдарын барлығын дайындап және оқтау дастархан дайындауды ұмытпаймыз. Жұмыртқаға барлық қоспаны қосып, жақсылап араластырамыз. Тұзды да саламыз және ас содасын кішкене қасықтың ұшымен ғана қосамыз. Көп бізге қажет емес, себебі біз чак-чакты қорған кезде қоңырқай түс береді, яғни өте қызғыш болып кетеді түсі. Сондықтан ас содасын көп салуға тырыспаңыздар. Чак-чак тәттісінің құрамы, яғни қамырының құрамына біз сүт және су қоспаймыз. Сондықтан тек қана жұмыртқа және ұн ғана қосылады. Сондықтан жұмыртқаны барынша сұйық етіп араластырып шығамыз. Ұнды аз-аздап себелеп отырып, жақсылап илейміз. Илеген кезде қамырымыз біздің жұмсақ болуы керек. Және қамырымыз қолымыздың ішіне немесе сыртына жабыспау керек. Иленген қамырды жұмсақ етіп пакетке немесе пищевой пленкаға салып қоямыз. Ұстаған кезде өте жұмсақ болу керек және қолға жабыспау керек. 5-10 минут пакет ішінде тұндырып қоямыз қамырымызды. Одан кейін ұнды сеуіп, барынша жұқа етіп қамырымызды оқтаумен жаямыз. Барынша жұқа етіп жайып, одан кейін ұзынша етіп тураймыз. Ұзынша қылып турап болғаннан кейін кубиктеп тураймыз. Кесілген чак-чак қамырлары бір-біріне жабыспауы керек. Бәрі дайын болғаннан кейін газға сковородкамызды немесе қазанымызды қойып, ішіне су май құямыз және қатты қыздырамыз. Қатты қызған майда біздің чак-чак тесталарымыз 30 секундтың ішінде дайын болады. Яғни тура салған уақытта қамырымызды аунатып араластырамыз.